Құрбан айт жайлы әр мұсылман білуі тиіс 12 дерек. Бірінші. Құрбан сөзінің анықтамасы. Араб тілінде. Тілімізге еніп кеткен құрбан сөзі араб тілінде жақындау деген мағынаны білдіреді. Терминдік мағынасы Алла тағаланың разылығына жақындау ниетімен құрбан айт күндерінде шалынатын арнайы малдың аты. Құрбан шалудың артықшылығына, сауапты екендігіне қатысты пайғамбарымыздың бірнеше хадистері бар. Адам баласы құрбан айт күнде құрбан шалып, қан ағызудан да сүйікті басқа іспен Аллах тағалаға жақындаған емес. Қаны ағызылған мал қиямет күні мүйіздері, тұяқтары және жүндерімен келеді. Ағызылған қан жерге тамбай жатып, Аллах тағаланың құзырында үлкен мақамға жетеді. Сондықтан құрбандарыңды көңіл ризашылығымен шалыңдар. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм төмендегі мына хадисте Алла ризашылығы үшін шалынған құрбанның әрбір қыл үшін сауап жазылатындығын сүйіншілеген. Сахабалар пайғамбарымызға салаллаху алейхи уәсәләм: «Уа, Алланың елшісі, құрбандық деген не?» деп сұрақ қойды. Құрбандық сендердің Ибрахим алейхиссалам бабаларыңның сүннеті деді. Одан бізге қандай сауап бар? Әрбір тал қылшық үшін сауап аласыңдар. Қойдың жүннен ше? Қойдың жүннің әрбір тал қылшығына да сауап жазылады. Екінші, құрбан айтта құрбан шалудың үкімі. Ханафи мазхабында құрбан айтта шамасы жеткендерге құрбан шалу уәжіп. Уәжіптігінің дәлелдері. Алла тағала Құран кәрімде пайғамбарымызға салаллаху алейхи уәсәләм намаз оқы және құрбан шал деп әмір етіп, құрбан шалудың уәжіптігін білдірген. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм кімде кім мүмкіншілігі бола тұра құрбан шалмаса, біздің намаз оқитын жерімізге жақындамасын деп бұйырған. Үшінші, құрбан шалу кімге уәжіп? Құрбан шалу уәжіп болу үшін төмендегі мына шарттар болуы қажет. Бірінші, мұсылман болу. Екінші, құрбан айт уақытында жолаушы болмау. Үшінші, негізгі қажеттерден тыс нисап мөлшеріндегі қаржыға ие болу. Нисап мөлшері 85 грамм алтын 2 құнына тең келетін ақша. Зекет ғибадаты сияқты құрбанның уәжіп болу үшін нисап мөлшеріне жеткен малға 1 жыл толу шарт емес. Құрбан шалған уақытта міндетті түрде ниет ету керек. Өйткені малды ғибадат үшін соятыны сияқты, тек қана етін пайдалану үшін де союға болады. Ескерту: нисап мөлшерінде артық қаражаты болмаса да кедей мұсылман кісінің құрбан шалуына болады. Шалған құрбандығы нәпіл құрбан үкімінде болады. Төртінші, құрбан шалудың уақыты. Құрбан шалудың уақыты құрбан айттың бірінші күні, айт намазынан кейін басталып, айттың үшінші күні ақшамға аз уақыт қалғанға дейін жалғасады. Қандайда бір маңызды шариғи себепке байланысты құрбан айт намазына бара алмай, айт намазын оқымаған кісі намаз оқып болатындай уақыт өткеннен кейін құрбанын шала беруіне болады. Айт намаздан бұрын шалынған мал құрбандыққа есептелмейді. Бесінші, құрбандыққа жарамды малдар. Қой, ешкі, сиыр және түйе малдарын ғана құрбандыққа шалуға болады. Құрбан ретінде шалынатын қой және ешкі кем дегенде 1 жасар, сиыр 2 жасар, түйе 5 жасар болуы керек. 6-7 айлық кепе қозы 1 жасар қой сияқты семіз, етті болса құрбандыққа шалуға жарайды. Қой мен ешкінің еркегін, сиырдың ұрғашысын шалу абзал. Елік, арқар сияқты аңдар мен тауық, қораз, қаз, үйрек сияқты құстар құрбан ретінде сойылмайды. 6. Бірігіп құрбан шалу. Қой немесе ешкіні тек бір адам құрбан ретінде шалалады. Ал сиыр немесе түйені, яғни ірі қараны бір кісінің жалғыз өзі үшін шалуына болады. Сондай-ақ 7 кісіге арнап ортақ шалуларына болады. Құрбанды ортақтасып шалған уақытта әрбір адам құрбан шалу ниетімен ортақтасуы керек. Бір кісі құрбан үшін, ал екінші бір кісі тек қана етін алу ниетімен ортақтасса, шалынған мал барлық ортақтар үшін құрбан болып есептелмейді. 7. Құрбандыққа жарамайтын малдар. Мынадай кемшілігі бар малдар құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Бір көзі соқыр. Сойылатын жерге жете алмайтын дәрежеде көтерем. Құлағы немесе құйрығы тумадан жоқ немесе басым бөлігі кесілген. Тістерінің көбі түсіп қалған. Емшектерінің басы жұлынып қалған. Бір мүйізі немесе екеуі де түбінен сынған. Құрбан шалуы уәжіп болған кісінің құрбандық малында аталмыш кемшіліктердің біреуі сатып алғаннан кейін пайда болса немесе алған малы өліп қалса, қайтадан құрбандыққа жарайтын мал сатып алып шалуы керек.
Ал құрбан шалу уәжіп болмаса да, сауап үшін шалуды ниет еткен кедей адамның сатып алған құрбанында бір кемшілік пайда болса, сол малды шала береді. Тіпті құрбан шалуы уәжіп болмаған кедей адам бойында кемшілігі бар малды сатып алып, құрбан ретінде шалуына болады. Өйткені кедей адамның шалған құрбандығы нәпіл құрбан. Нәпіл ғибадатта кешірім бар. 8. Құрбан шалуда өкілдік. Құрбандық малын мүмкіншілік болса, мойнына уәжіп болған адамның өзі шалғаны абзал. Және оның сауабы мол. Алайда өзге біреуге өкілдік беруіне де болады. Құрбан шалуы уәжіп кісі басқа бір адамды телефон арқылы немесе хат сияқты жолдармен өзінің орнына басқа адамды өкіл ретінде құрбан шалу үшін тағайындай алады. Өкілге менің орныма құрбан алып, шал деп айтылған уақытта өкіл сол адамның атына құрбан алып шалады. 9. Құрбан малы қалай шалынады? Құрбан ретінде шалынатын малды қинамау үшін өткір пышақ қолдану керек. Малды сою үшін жерге жатқызғаннан кейін пышақты көз алдында жалақтатып қайрау мәкрух. Ал қинамай сою сүннет. Құрбан ретінде шалынатын мал құбылаға қарата жатқызылып, дұға ретінде мына аят оқылады. Инна салати уа нусуки уа махияя уа мәмәти лиллахи раббил аламина ла шарика лах. Күмәнсіз менің намазым және басқа ғибадаттарым, өмірім де, өлімім де бүкіл әлемдердің Раббы Алла үшін. Оның еш серігі жоқ. Одан кейін Аллаху әкбар, ла илаха иллаллаху, уаллаху әкбар, уа лиллахил хамд деп тәкбір айтып, бисмиллахи, Аллаху әкбар деп бауыздалады. Тек қана құрбанның иесінің ғана бисмиллахи, Аллаху әкбар деуі жеткілікті емес. Құрбанды бауыздаған адамда бисмиллахи, Аллаху әкбар деуі керек. Әдейі ұмытпастан бисмиллах деп айтпаса, құрбанның етін жеуге болмайды. Өйткені Алланың аты айтылып, бауыздалмаған малдың етін жеу харам. Құрбанның иесі құрбанды бауыздайын деп жатқан қасаптың қолының үстіне қолын қойып, бірге бауыздаса, екеуінің де бисмиллах деп айтулары керек. Сойылатын мал құрбан ниетімен бауыздалу керек. Малдың жаны шыққаннан кейін барып қана терісі сыпырылады. Жаны шықпай жатып басын кесіп алып тастау, немесе терісін сыпыру мәкрух. 10. Құрбандыққа шалынған малдың еті мен терісі. Бай немесе кедей болсын құрбан айтта шалған құрбандығының етін жеуіне болады. Құрбандыққа шалынған малдың етін 3 бөлікке бөліп тарату мұстахаб. Бір бөлігі туған туыс, көршілеріне бай болса да сыйға тартылады. Екінші бөлігі кедей және мұқтаж адамдарға, үшінші бөлігі өзінің отбасына, бала шағасына беріледі. Бірақ шалынған малды түгелдей кедей мұқтаждарға таратуға болатыны сияқты, түгелдей өзінің отбасына қалдыра алады. Құрбандыққа шалынған малдың етін, терісін, сирақтарын, басын және сүтін сату мәкрух. Құрбан малының аталмыш бөлшектері сатылған жағдайда құны кедейлерге садақа ретінде беріледі. Құрбандыққа шалынған малдың терісін кедейлерге, қайырымдылық қорларына беруге болады. Ескерту. Құрбанға шалынған малдың ешқандай бөлшегінен қасаптың ақысы ретінде төлеуге болмайды. 11. Құрбандыққа арнайы мал алып соймай, орнына сол құрбанның құнын ақшалай садақа ретінде кедейлерге беруге бола ма? Құрбандықта қан ағызу негіз болғандықтан мал сойып, қан ағызбаса, құрбандық міндеті мойнынан түспейді. 12. Көз жұмған кісі үшін құрбан шалуға бола ма? Өлген кісі өзінің атына құрбан шалуды тапсырып кетпесе де, сауабын өліге бағыштау ниетімен құрбан айт күндерінде құрбан шалуға болады. Шалған құрбанның етінен жеуіне рұқсат. Бірақ өлінің тапсырып кеткен өсиетін орындау ниетімен шалған құрбанның етінен жеуге болмайды. Етін толық садақа ретінде тарату керек.